Жадырап жаз шықты. Күн көзі күлімдеп, жаңбырдан кейінгі баққа әдемі әсер еткендей. Басында тақия, қолына шәугім алған қария таза ауаны кеудесін толтыра жұтты да үйге кіріп кетті. Бесін намазы жақын қалған. Шайнамасын алдына жайып, құбылаға қарап, Қабен ақсақал намазға кірісіп кетті. Осы кезде шетелдік су жаңа көлігі Қабен ақсақалдың есігінің алдына келіп тоқтады. Көліктен шырт таза киінген үш жігіт түсті. Екеуі бірдеңе алаң болғандай жан-жағына қарай береді. Үшеуі де аулаға кірді. Аула іші тап-таза. Жеміс-жидек гүлдеп құлпырып тұр. Үйден 14-15 жасар қыз бала шығып, қонақтармен амандасып, атам намаз оқып жатыр, күте тұрыңыздар деп күлімсіреп ішке кіріп кетті. Көп кешікпей қонақтардың ішке кіруін өтінген қыз есік алдында тұрды. Оқ қағарларын есік алдына қалдырған толық денелі сары жігіт ішке енді. Қазақы жайдақ үстелдің үстінде дастархан жайылған. Төрде қара құстай Қабен ақсақал таспиғын санап отыр. Кел балам, төрлет. Алла тағаламның нұры жауған қандай күн керемет бүгін. Құдай ұзағынан сүйсіндірсін. Рахмет ата, деп есік жаққа қараған жігіт, жас қыздың шай қамымен сыртқа шыққанын көріп, еркінси әңгімеге көшті. Қалай шал, молда болып мүлгіп қалыпсың ғой. Дұрыс, қартайыпсың. Баяғы көкжал емес, кәдімгі шал болыпсың ғой тегі деп, алтын тістерін ақсита күлді. Әңгіменің басы ұнамаған қария сыр білдірмеді. Жас келді, қартайдық. Жас өспей ме, көкейіңді теспей ме деп қақып бекер айтпаған шырағым деп қосыла күлген болды. Жарайды, әңгімеге көшейік. Мені ұмытпаған шығарсың, екі рет бір көтердік. Талай істі бастан өткіздік. Сенің Қабен молда болып отырғаның менің арқам. Ұмытпа, деді түсін суытып келген жігіт. Неге ұмытайын, Болатжан, сен болмағанда түрменің түбінде шірейтін едің ғой кезінде. Рахмет саған, деп күрсінді қария. Рахметіңді қоя тұр. Үстіңдегі үйің, қалтаңдағы документтер, ең аяғы алып отқан пенсия менікі. Алмақтында салмағы бар, деді қонақ жігіт. Кезінде көкжал атанып алматыны дүрліктірген шалға мына сөз шымбайына бата тиді. Ала көзбен Болатқа бір қарады да тіспекін санап отыра берді. Саған келмес дедім, көкжал, деп бастаған Болат сөзін жалғастырды. Бір шаруамен келдім. Сенің үйің де, басқаң да маған керек емес. Мені білесің, менде бәрі бар. Үй, жай, ақша, фирма, бәрі жетеді, деді мақтанған жасыра алмай. Конкурент деген бәле болып тұр, аяқ бастыртпайды. Оның үстіне налог, менттер бәрі өзіне сатып алған. Ізіме салып қойған, банкте адамы бар, мені таза құртпақ деп, үстел үстіне әдемі киінген жігіттің фото суретін тастай салды. Суретті қолына алып ұзақ қараған шал, келісуге болмай ма, деді Болатқа қарап. Жоқ, оған мен керекпін, мен, деп ашуын жасыра алмады. Осы бәлені құрту керек, мені құртпай тұрғанда. Мынау жартысы қалған шаруа біткен соң, деп үстел үстіне бір бума ақша тастай салды. Шал жалма-жан ақшаны үстелдің үстінен алды да астына тыға салды. Осыдан кейін мен сені, сен мені танымайсың. Шаруа бітсе, сен маған қарыз емессің, деп Болат шалға қарады. Молдаға лайық сабырлықтан айырылған шал басын изеп келісті де, қашан, қай жерде, деп Болатқа қарады. Не бәрекелді, ато молда солдамын деп құлақ қылап сөйлеп отырсың, деп қарқ-қарқ күлді Болат. Екі жеттен кейін ол қызын ұзатпақ. Қазір мейрамхана жалдап әуре сәрсенге түсіп жүр. Сол тойда менде боламын. Міне, шақыру келеді. Сол тойдың оның соңғы тойы болатын болсын, деп Болат шешімін айтты. Ешара, бәрі Алланың ісі, деп Қабен баяғы қалпына түсті. Ата, шай дайын, деген қызының дауысы әңгімені бұзып жіберді. Ақсақал, мен жүрейін, батаңызды беріңіз, деп Болат өзгеріп шыға келді. Жолың болсын, балам, деген молда қолын жайып бата қылды. Миығынан күлген Болат серіктеріменен машинаға отырып кете барды. Шай ішіңіз, ата, деген қызының дауысы терең үйде отырған Қабен шалды шошындырып жіберді. Рахмет қалқам, басым ауырып тұр, жата тұрайын. Серікті шақыршы, деп жантая кетті.
жиып құстай ұшып Болаттың кеңсесінің алдына келіп тоқтады. Көп қабатты тұрғын үйдің астына орналасқан бұрынғы спорт товарлары дүкені еуропалық жөндеуден кейін кең сәулетті фирма кеңсесіне айналып шыға келген. Қожайынның келген көрген хатшы қыз жиналып қалған қағаздарды қолына алып, Болат отырған кабинеттің есігін қақты. Ағай, мына қағаздарға қол қойып жіберсеңіз деп реттеп Болаттың алдына қоя бастады. Қолы жұмысқа бармай отырған Болат, банктен не хабар бар, есеп-шотқа ақша аударылып па деп сұрады. Бастығының түтігіп отырғанын көрген қыз ернін істеп басын шайқады. Үстелді жұдырығымен қойып қалған Болат, соңынан кейінірек кел деп ашуланған жасыра алмай орнынан тұрып терезе алдына кетіп қалды. Бәрі соның іші сұмырай, асықпа, асқатығың алдында деп өзінен өзі сөйлеп отыр. Көк жалдан әлі ешкім құтылып көрген емес. Қабен 4 рет сотталып, өмірінің жартысы түрмеде өтіп, басына ақ түсіп, қолдан күші қайтып, 58 жасында соңғы жазасын өтеп шыққан болатын. Түрмеде отырғанда ауылда қалған әйелі баласы келді, үшеуі бірдей автомобиль апатынан қайтыс болғанын естиді. Бұл өмірде кісі тонап, ұрлық жосудан басқа қолынан ештеңе келмейтін Қабен өмірден түңіліп, өз-өзіне қолда жұмсамақ болады. Бұның бәрі Алланың жазасы деп түсінген Қабен діни жолға түседі. Біртінде Құран үйренеді, намазға жығылады. Жазасын өтеп шыққан соң барар жері басар тауы болмаған Қабен өзі сияқты 3-4 рет сотталып келген, кейін бизнеспен айналысып жүрген Болатқа жолығып көмектесуін сұрайды. Бір кәдеге жарап қалар деген Болат Қабенді жалған құжат, дербес зейнеткерлік куәлігін таныс арқылы жасап берген. Қала сыртындағы жер үйлердің біреуін сатып алып берді. Сөйтіп атақты Көкжал бір айдың ішінде елге сыйлы Қабен молда болып шыға келеді. Қабеннің ауылда жалғыз қарындасының қолында қалған немересін алдырады. Бой жетіп қалған Мариям атасының тамағын жасап, кір қолын жуып беруге жарап жатыр. Түрмеден шығуына 3-4 ай қалғанда Қабеннің қасына Серік есімді жас жігіт қосылады. 3 жылға сотталған жігіт қатаң да тұйық мінезімен көзге түседі. Балалар үйінде тәрбиеленген Серікті Қабен өз қол астына алады. Жазасын өтеп шыққан соң Серікті қасына шақырады. Жұрт Серікті Қабеннің баласы деп ойлайтын. Ретсіз сөйлемейтін жігіт теміржол вокзалында жүк түсіруші болып орналасып, елеусіз өмір сүре берді. Көп тіміскілеп, көп сұрақ қойып кеткен учаскелік инспектордың бір түннің ішінде жоқ болып кеткенін ешкім Қабеннің тапсырмасымен істелінген Серіктің жұмысы екенін біле бермеді. Бұл оқиға біртіндеп ұмытыла бастаған. Өз бөлмесінде теледидар көріп отырған Серікке Мариям келіп, атам шақырып жатыр деген соң жейдесін киіп Қабен шалдың алдына келеді. Қара бұлттай түнеріп отырған Көкжалды көрген Серік бірдеңе болғанын айтпай түсінді. Қабен күрсіне дем алып, Болат тағы келді. Соңғы өтінішімде отыр, көнбеске амал жоқ деп, Болат берген суретті Серікке ұсынады. Суретке ұзақ қараған Серік басына изеп келіскен түрі білдіреді. Үстіне қара костюм, ақ жейде галстук, сымбатты Серіктің ерекше көркем етіп көрсетіп тұр. Көзіне күннен қорғайтын көзілдірігін киіп, такси тоқтатып, ішіне отырады. Жүргізушіге мекен жайды айтып, терезеге қарап қаланың сұлу көрінісіне көз тастап келеді. Мешелі жерге келіп жан-жағына қарады. Қала тұрғындары типің тіршіліктің күйбеңімен әрі-бері ағылып жатыр. Аялдама жанынан гүл сатушылардан бір шоқ әдемі гүл сатып алды да, тасалау жерге барып гүлдің арасына біздей ұзын піспек темір жасырды. Көп ойланбастан той болатын мейрамханаға бет түзеді. Мейрамхана ішінде ойнаған музыка өні көшеге естіліп жатыр. Есік алдында еңгезердей екі жігіт келген адамдардың қару бар жоғын тексеріп, шақыру билет арқылы кіргізіп жатыр екен. Серік қалтасынан Көкжал берген шақыру билетін көрсетіп, қолын көтерген болды. Қалтасының сыртынан ұрып тексерген жігіт кіре бер дегендей басын изеді. Мейрамханашы лық толы адам. Той бастала қоймаған. Маңызды қонақты күтіп отқан сыңайы бар. Қонақтар сәнді киінген, олардың ішінде Болат та бартын. Ертерек келіп, той иесін құттықтап келген қонақтардың арасында әңгімен дүкен құрып тұрған. Серікті ешкім елеген жоқ. Ол той иесін бірден таныды.
әлдекімдерге бұйрық беріп зал ішінде шапқылап жүр екен. Сен екенсің ғой деген Серік той иесін аңдумен болды. Ештеңемен шаруасы жоқ той иесі ұялы телефонмен сөйлесіп әжетханаға жаққа бет алды. Серікке де керегі осы еді. Алдындағы айнаға қарап ыңылдап әндетіп, қолын жуып тұрған той иесі ере кірген гүл ұстаған жігітке назар аудармады. Екеуінен басқа жан жоқ. Осы оңашалықты пайдаланып қырғиша тап берген Серік той иесін есін жидырмаған күйі гүл арасына жасырған піспек темірді алып бүйрек тұсынан сұғып алды. Сол қолмен көкжілкеден қол жуғышқа тығыз жүрердей қатты басып тұрды. Бойында дәрмен қалмаған той иесінің денесі тас еденге сұлық құлады. Ешқандай қан тамбаған еден таза күйінде қала берді. Бүйрекке сұғылған темірден адам тірі қалмайтынын Серік жақсы біледі. Бұл оны жақсы меңгерген тәсіл еді. Темір піспегін сорып алып қалтасына салды да, түк болмағандай бумагүлін қолына алып, есікке қарай беттеді. Залда әлі музыка ойнап тұр. Ештеңеден хабары жоқ қонақтар топ-топ болып өзара әңгіме дүкен құруда. Төрде орналасқан сыйлықтарға арналған үстелдің үстіне гүлдердің арасына өз гүлін тастай салды да, менің қанымнан шығып кетті. Артына қарады. Темекі тұтатқан болып бір шолып өтті де, аялдамаға қарай бет түседі. Көп кешікпей автобуста келді. Ығы-жығы болып жатқан халықпен араласып, Серік жоқ болды. Автобус ішінде келе жатып зымырап бара жатқан жедел жәрдем машинасын көрді. Миығынан күлген ол теріс қарап отыра берді. Арада бірнеше күн салып, Болат Қайбенге телефон шалды. Жарайсың шал, таза жұмыс деп қарқ-қарқ күлді. Жарайды, ренжіме, ертең вокзалға бар, жүк сақтау камерасында конвертті ал, нөмірі коды бұнау деп цифрларды атай жөнелді. Қартайса да алғыр шал сандарды лезде жаттап үлгерді. Телефон тұтқасын орнына қойып, ойланып тұрды да, «Я Алла өзің, кешірі көр» деп бетін сипады. Қабиденің тапсырмасымен Серік вокзалға барып, камерадағы конвертті алды. Жан-жағына қарап, күдікті ештеңе байқалмаған соң далаға шығып темекісін тұтандырды. Теміржол вокзалында бірі кіріп, бірі шығып жатқан халық. Серік қасынан өтіп жатқан адамдарға қарап ойға шомып кетті. Өмір деген жұмбақ, бейне бір теңіз секілді. Ауа райын болжау мүмкін емес. Адамда жұмбақ. Өзінің тегін білмейтін Серікте жұмбақтай болып көрінді. Қостасып келе жатқан екі жаста жұмбақ. Болашағы белгісіз. Қолында таяғы бар қарияда жұмбақ. Өткен өмірі өзіне ғана аян. Өмір деген жұмбақ. Сол жұмбақтың шешімі тағдыр. Темекісін шегіп болған Серік келіп тұрған автобусға мініп кетті. Өмір деген ұлы жұмбақ теңізіне бір тамшы болып кете барды. Сіздер Қазақстан журналистер одағының мүшесі Қалекеев Жұмағұлдың «Көкжал» атты кітабынан «Көкжал» әңгімесінен үзінді тыңдадыңыздар.